Сіз екенсіз мен сізді инстаграмнан көргем ғой, иә. Кім еді атыңыз? Иманғали болады. Иә, мен бір инстаграм ютубтан көріп қалғам сізді. Мен қай бала, кім екен деп. Иә, қай видеоны көрген едіңіз? Есімде жоқ, былай мен бірнеше видеоны көргем. Сонымен уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет, алғыс айтамын. Көп уақытыңызды алмай, тек сұрақтарға көшсек, рахмет көп. Енді Бекзат... Мен осылай отырып жүрсем нормально ма жоқ? Иә, болады. Өзіңізге ыңғайлы қылып отырсаңыз болды. Бізде еркін, бізде ютубта, сөйлеу де еркін. Жұмыстан келдім де төсекке жайғасып отырып алдым. Дұрыс, жатып алып берсеңіз де болады маяқты. Өзіңіз еркін ұстап, главное, өзіңізге ұнаса болғаны. Енді Бекзат Алмахан бойынша лезде бастасақ, 22 қарашада Александр Тупуриямен шығады. Менеджердің негізі жұмысы керемет. Бірінші Нұрмагомедовтың інісі Умар Нұрмагомедовпен шықты, сосын Бред Катона Конордың залында дайындалған, енді Тупурияның ағасы. Енді осы қарсыласты бастан ақ берді ма, немесе басқа да ұсыныстар болды ма Александр Тупуриядан басқа? Басқа ұсыныс болған жоқ Бекзатта. Бекзат негізі осында Алматыдан біраз уақыт болтан, неден кейін Бред Катонамен төбелесті, кейін келді Алматыда. Алматыда бір ай, бір жарым айдың шамасында жүрді. Содан кейін өзі план құрды, мен неге Америкаға кетем ағам, мына жақта жүрмеймін, мына жақта шақыру келіп анау деп екеуміз ақылдастық та. Мен айттым, мен тіпті қуанамын, давай ақшаны іздестірейік, ойластырайық дедік та. Соның бір кісілермен жолығып сөйлесіп едік, олар құптады, давай ақшаны тауып берейік, онда кетсін деді. Соң кетті, бірақ бой ештеңе алған жоқ едік. Сол жаққа барған кезде бой сұрай берді бұл. Уже осы жақтан шыққаннан бастап маған бой керек, осындай уақытқа деді ғой, октябрь, ноябрьге маған бой бер, кім болса да шығам деп өзі сөйтіп настрой болды. Соң бізге предлагать етті, бірден сол кісіні қабыл нетті ғой, вообще біз кімді қабыл неткен жоқ. Бірден соны берді ғой, не екенін түсінбедім, енді берді. Жақсы, керемет екен. Содан бірден бұл ұсынысты қабылдадыңыздар ма? Мысалға, Бред Катонаны бірден қабылдадыңыз, ол ыңғайлы деп айтқан едіңіз. Катонамен де жаңа бізге ұсыныс келгенде бірден қабылдадық. Ол да сразу Бекзатта бірден қабылдады, потому что мен Катонаның бойын қараған кезде Бекзатқа да удобный соперник болды. Енді мына Александр Тупурия жайлы ойыңыз, оның Бекзат Алмаханға ыңғайлы ма, вообще айтсаңыз ойыңызда сол Тупурия жайлы? Енді ыңғайлы деп оны нете беруге келмейді ол. Ол енді опытный боец, тем более ол өзінің бауырымен постоянно спарринг партнер болып жүрген адам ғой, ол баяғыдан келіп жатқан. Сондықтан да бұл нені боецті Бекзат негізі бірден қабылдады. Өзі қабылдады ол. Маған ол, мен ең бірінші өзі айтты, кейін Саят Абдрахман өзі ол кісіге айтқан ғой, Бекзатқа айтқан, кейін Бекзат маған айтты, осындай ұсыныс болып жатыр, мен бірақ қабылдап қойдым деді. Шығам деп айттым дедім. Мен айттым, дұрыс болыпты дедім, болды дедім. Сонымен бірақ аналардың жауабын күттік біз. Олар где-то 2 аптаның төңірегінде бізге айтты ғой. Ойланып тұр. Олар даже отказ беруі мүмкін деп, біз бірақ отказ берген жоқ келісті. 2 апта біраз ойланыпты, оказывается. Былай Александр Тупурияның стилі жағы қалай ойлайсыз? Жекпе-жегін қарадыңыз ба? Стиль жағы менен шын айтсам, бұлай естігенім болатын. Содан кейін бірден Бекзат бойды қабылдадым дегенде мен бірден бойларын бәрін көріп шықтым. UFC-ға дейін бойларын қарадым, бұлай соперниктер ондай қатты мықты болмаған екен. UFC-дағы бойын тоже бір бойын қарадым, тоже соперник ондай қатты бір керемет боецпен шықты деп айтуға келмейді. Бірақ Тупурияның өзі бұлай несі, жүрісі, күрес жағы, физический жағы, функционалдық жағы өте керемет екен. Жақсы, Бекзатпен жақсы бой болады. Стойкада бола ма, қалай ойлайсыз негізі жекпе-жек? Негізі Бекзаттың өзінің стилі стойка ғой. Жақсы, керемет. Енді сол өзіңіз айтып кеткендей, Бекзат пен Азат барлығыңыз отырып негізі шешім қабылдайтын едіңіздер. Бұл жолы олай болмады. Бекзат лезде өзі шешім қабылдады ғой, да? Осы жол, даже мен өзім көрген жоқпын, ол Америкада, мен осында, бірақ маған айтты, мен сіз айтсаңыз, бойын қарап шығыңыз, егер сіз болмайды деп айтсаңыз, нетем, отказ берем, бірақ аға мен білесіз ғой, мен нетпеймін, таңдамаймын, шыға берем деп өзі айтты. Болды балам дедім, тәуекел, өзің дайындығыңа өзің білесің ғой дедім. Мына жақта дайындығым бәрі керемет, аға, бәрі жақсы, ойдағыда өзім бәрі, дисциплина бәрі күшті деді, мен оған сенем Бекзатқа. Болды, тәуекел балам дедім, бұндайлармен шықпағанда кіммен шығасың, давай дедім. Керемет, базар жоқ. Мен Кинг Момен сөйлескен едім, American Top Team'дағы бапкер. Танитын шығарсыз, иә?
Иә, былай танығанда былай танимыз ғой. Иә. Сонымен мен сөйлескен кезде Бекзат жайлы жалпы ойын қандай десем, Бекзат криминальный ұрлықшы деген еді. Яғни позицияны бүйтіп ұрлап алып алады дейді, залда сырғанап жүреді деген. Бірақ Бекзат Алмаханмен ше, оған лақап таптың ба? But what about Бекзат Алмахан? Do you already have a nickname for him? Ол бандит, ол шапшан, епти алады. Майкл Джексонның өлеңі бар ғой, ептілік деген. Ол шапшан, ол епті ұры. Мен онымен спарринг жасағанда, мен мына жігітке қарашы, ол кілемде әрі бері сырғанап жүр дедім. Ол өте дарынды, Бекзат айырады. Сосын, көп мақтады, онымен тілдескенде, біздің қазақ жауынгерлерін кәдімгідей барлығын мақтап шыққан. Сөйтіп, қазір қарсыласы кім екенін білесің бе десем, білмеймін, ол ұтылатынын білем бірақ дейді. Бекзаттың менеджері оның қарсыласы табылды деді. Сен бұл жайт жайлы білесің бе, қарсыласы кім? Do you know who it is? Жоқ, бірақ қарсыласы жеңілетінін білемін. Кәдімгідей біздің Бекзатқа сеніп тұр, мен марқайып қалдым ана сұхбаттан кейін. Сосын бірақ тағы да тәжірибе керек деген, мысалға Умар Нұрмагомедовті қазір жеңе ала ма десем, оның дағдылары бар, бірақ әлі де тағы да тәжірибе керек деген. Енді жалпы оның Америкадағы жаттығуы, дайындығы жайлы не ойлайсыз? Бекзат негізі Американ топ тим ұнап жатыр деген еді сізге. Чемпиондардан жаңа нәрсе үйреніп жатыр, мысалға Пантожа деген секілді келіп, біз былай жасайды екенбіз, аяқта былай жасайды деп жатыр. Жалпы сол өзгерісі жайлы айтсаңыз Бекзат Алмахан. Мен Бекзатты осы Бред Каттонамен төбелесіп келді ғой маған Алматыға. Алматыға келді, мен өзім қол астымда ол где-то бір айдан асты тренировка жасады. Сол кезде мен Бекзат келген бетте мен сол жаңағы неде залда жаңағы топ тимда не үйреніп келдің, давай көрейік екеуміз жаймен жасап дедім. Бірақ ол екеуміз алыспаймыз ғой, просто маған көрсетеді. Аға міне мынаны көрсеттім дейді, мен былай көремін да, жақсы деймін. Бірақ сол кезде мен байқадым, Бекзаттың грэпплинг жағы өте дамып кеткен. Дамыған енді 100%-ға емес, былай, бірақ бұрынғысынан қарағанда қосып алғанын мен сол кезде сездім, байқадым. Содан кейін бір неткенім физический жағы. Қасан байесте физикасы, миы, ақылы жұмыс жасап жүреді, ол қасан дисциплинада болған кезде, дұрыс тамақ ішіп жүрген кезде 90% байец өз қалпында жүретін болады. Мен соны байқадым мен Бекзаттан осы жолында. Енді бірден жаңағы қазір ол жақта жүр, мен ол жақта жүргенде мен уайымдамаймын қазір. Ал борьбасы, күресі жақсы болды дейсіз, Умарды қазір жинала ма қорғанып борьбадан? Енді Омарда мысалға, ол да мысалға жай ғана простой байес емес, ол да мысалға әр байес, мықты бала байес өсем деген байес, ол каждый бой сайын, келесі бой сайын өзгерісті өсіп отырады. Омарда мысалға ол жаңағы бір простой байес емес, ол да өсіп жатыр мысалға. Оны мысалға ертең бой көрсетеді, қандай онда да бұл жерде кім мықты сол көрсетеді ғой, енді солай ғой. Мен қазір Бекзат мықты, мен Омарды алады деп мен айтсам қате болып қалуы мүмкін. Хорошо, түсіндім. Енді 2 жыл бұрын UFC-ге Азаттан кейін Бекзат Алмахан мен Дамир Төленов кіруге жақын деген едіңіз. UFC-ға мысалға қазір жолдама алады деп осы кіреді деп отырғаны кім бар енді? Точно анығын айта алмаймын, бірақ енді Бекзат Алмахан бар, Дамир Төленов бар. Осы екі бала кіріп кетуі мүмкін, енді қазір көреміз. Бекзат айтқаныңыздай кірді. Ал Дамир Төленовпен әзірге жағдай қалай? Дамир Төленов енді серьезно травма алып, қазір 2 жылға жуық, енді 2 жыл емес, 1 жыл 8 ай ма, примерно соның көлемінде қазір бойға шықпай қалды ғой. Сол аяғына травма алып, операция жасады, операциясы дұрыс болмай қайтадан сондай нелер болып қалды, енді нюанстар болып қалды. Қазір ол қайтадан залға келіп тренировочный процесін бастады, где-то 3 айдай болды. Енді где-то октябрь айына ғой деймін, осы октагонға бір бой жасап алады шығар, соны дальше арғай менеджерлер жұмыс жасап жатыр, көреміз. Түсінікті, керемет. Енді контракттың соңғы бойы қалған Азат Максум жайлы айтсақ, Мич Рапосамен шығады. Бұл қарсылас жайлы ойыңыз қалай, және бұл жекпе-жекті қалай қабылдадыңыз? Лезде қабылдадыңыз ба? Мен негізі өзін Мич Рапосаның жекпе-жегін қарағанда, мынау көп қимылдайтын, соққыларда ыңғайсыз бір борец секілді көрінді. Азатқа қаншалықты ыңғайлы болады бұл? Енді бұл боецті, шын айтсам, уже менеджер Нурадин уже предложение келген кезде бірден олар өздері қабылдаған.
неге десеңіз, Нұрадин маған сообщение жазды, аға мен осындай сіздің келісіміңізсіз мен бұл ойды қабылдадым, бірақ мен сіздің осы байесті бергенде мен қабылдайтыныңызға мен сіздің сенімді болдым. Сондықтан мен солай қабылдадым, маған ренжімейсіз деп маған жіберді. Потому что ол Азатқа ол таңдау жоқ бұл жерде. Азатқа мысалы байес бергенде ол таңдау керек болды. По-любому қандай болса да таңдауымыз керекпіз, біз бой жасауымыз керекпіз. Сондықтан мен қарап едім, дұрыс жасапсың дедім, Нұрадин. Дұрыс, Азат қабылдаған дұрыс болып дедім, шықсын дедім. Керемет. Так, енді Тагирмен негізі Азат стойкада өзін көбірек көрсетсін деген едіңіз, бірақ бұл болмай қалды. Енді бұл қарсыласпен қандай геймплан? Бұл жерде Азат енді прямо конкретно бір геймпландар неған жоқ. Біз қазір біз геймпланды неден уже ол жақтан кеше емес, мысалы 4-5 күн Азаттармен сөйлестім. Сол жақтың тренерлермен олар ақылдасып, уже геймплан жасап, уже тренировочный процесс олар жасап кетті. Сол жақтың тренерлермен уже олар видеосын сол жақтан көріп, кіммен жаңағы тренердің атын ұмытып қалдым өзім. Бекзат өздері келісіп жүрген өздері қарап, видеоларын қараған екен, Бекзат өздері көрсетіп, геймпландар жасап, тренировочный процесін бастап кеткен ғой. Сол жақтан құрып жатыр ол. Құрып келеді, мына жақтан біз тағы да қосымша не қыламыз. 10 күні келістік, 10 күні Дубайда біз кездесеміз бәріміз бірге командамен. Октябрьдің 10-ы, иә? Октябрьдің 10-ы, біз билет алып дайындалып. Керемет. Олға дейін сол жақта дайындалып келеді. Түсінікті. Сосын октябрьдің 10-нан жекпе-жекке дейін сол Абу-Дабиде боласыздар да? Мен өзім полный сол жерде өзім контроль аламын Азаттан. Салмақты ол бәрі жағын. Керемет, түсінікті. Сол Азат пен Бекзат өзіңіз айтқандай, сіз жаныңызда болсаңыз, өздерін жақсы сезінеді дедіңіз. Оның екі жекпе-жекте де оналармен бірге боласыз ба? Бекзатпен де, Азатпен де? Екеуімен де бірге боламын. Мен мына жерде виза бәрі ашық қой менде. Виза жасаттыңыз, иә, ақш-қа? Жоқ, мына Дубайға виза жоқ қой. Анау Катарда болады екіншісі. Анау Катарда болады. Балалар өздері де қуанып жатыр ғой. Енді Асумен сұхбаттасқанда ол бізге айтқан еді, бас бапкерлер әр клубтағы, мысалға бізде Сақ клуб бар, сіздікі Триумф бар, Дар тим бар, Төбет топ тим бар. Осы бас бапкерлер барлығы жиналып, оқу жиынын өткізсе жақсы болар еді деген еді. Просто тек жоғарыдағы бас бапкерлер, Дайнаш ағай болсын, біздің ағайлар болсын, бірге отырып, на командаға кеткеннен гөрі бірге оқу жаттығу жиындарын өткізген дұрыс деп ойлаймын. Клубтар бүйтіп, анау клуб, мынау клуб деп бөлінбей, мысалға бізде UFC-де 7 қазақ бар, соларға бірігіп, бас бапкерлер бірігіп оқу жаттығуын жасаса екен деген еді. Бұл ойға қалай қарайсыз? Бұған әдемі қараймын, жақсы идея ғой. Баяғыдан ол ақылдасып кеткен нәрсе ғой. Әйтеуір келмей қалады ғой көбінде бұл жерде. Мысалы қазір Бекзат пен Азат Америкада жүріп, мына жақта Асу, мына жақта болып қалады, әртүрлі байестер солай болып қалады. Негізі мен неде Тимур Акула бар ғой, сол Семейде төбелесті ғой, кіммен бір корейспен. Есіңізде болса, жаз айында Семейде төбелескен Тимур деген оқушым. Найзада төбелескен, Найзада. Сол кезде мен кімді Дартимнің тренері бар ғой. Эдуард Назаров? Эдуард. Сол кісімен енді былай сыртымыздан танимыз ғой. Сол кезде Тимур үйінде екеуміз дастархан болып, екеуміз жақсы әңгімелестік. Сол кезде Дәнеш аға деп екеуміз жақсы сөзімізді түсініп бір-бірімізді. Сол кезде де екеуміз ақылдасқанбыз, давай бірігіп жасайық баламыз. Никак келмейді негізі былай. Біресе кейде олар өздеріне сборға ақша тауып, өздері кетіп қалады, біз кейде былай кетіп қаламыз, солай болып тұр ғой. Негізі жақсы идея. Әдемі ғой, жақсы ғой. Бәріміз бір недеміз клубта. Мен мысалы өз басым қандай клуб болса да мен балалардың байестегі тек қана қолда көрсетпесе, мен ешқашан оларға жаманшылық ойламаймын. Бір алла көп. Ыңғайы келмей жатыр екен ғой, түсіндім. Енді UFC-ге кіруге тағы да жақын тұрған үшінші тәлімгеріңіз жайлы айтсақ, Еркебұлан Тоқтар. Кингмо ол жайлы ауыз көпіріп, кәдімгідей әдемі сөйлестік, ол жайлы да мақтап, ол өзі шымыр келген, өзі кішкене дайындалса көп нәрсе көрсетеді, UFC-дің чемпионы болады деген. Енді өзіңіздің ойыңызды білсек, Тоқтар UFC-ге қаншалықты дайын, жұмыс жасалынып жатыр ма кіруіне? Енді Тоқтарға Еркебұлан енді ода жаңағындай
бір күрестің базасы кішкене слабый ғой UFC-ға кіру үшін өте. Мен мысалы өзімізде залда болғанда әлі де мен қарным тоймайды екі баланың күресіне. Бірақ оның бір несі жаңағыдай мен кіріп кететінін білмеймін. Енді өз басым кіріп кетуі де мүмкін ғой. Ода тұрған еңбек ететін болса, жас бала ғой мысалы ары қарай дамытып өзін талап қылатын болса кіріп кетуіне білмеймін. Кіріп кетеді деп өзім ойлаймын. Иә, әбден мүмкін. Мен де сенімдімін. Медиасы. Иә, медиасы бар. Өзі де былай әдемі төбелеседі стойкада рубкамен ше. Шоу жасай алады, сөйлей алады, стройкасында сондай не зрелищный жасайды. Күресін тағы да дамыту керек, бірақ өзі енді действительно ол анандай ғой, еңбек бір жерден істесе ол до конца жұлып алмай қоймайды да, сондай ғой. Мінезі бар, иә, керемет. Мінезі бар, иә. Ана айтады ғой, ұлттың несі ана не емес, ақылды емес, ана мінезді деп айтады ғой, сол мінезі бар бала ғой. Иә. И сол Кингмо бізге айтқан еді, Тупурияны, Дэн Хукер, Рената Майкана деген жігіттерді Еркебұлан Тоқтар дайындалса талдырады деген. Егер Еркебұлан Тоқтар шынымен жан тәнімен дайындалса, Тупурияны жеңе ала ма? Айрады, иә. Иә? Ей, тыңда. Бұл жайлы қаншалықты ойға сыймайды енді, фантастика сияқты көрінеді, бірақ сіздің ойыңызша қандай? Мүмкін ба бұндай? Бізде мүмкін деп қояйық. Керемет. Енді Еркебұланды жеңетін өзбек жоқ деген еді Нұраддин аға. Сіз не ойлайсыз? Ол Еркебұлан өзі мына Бабур дегенмен өзбек поп ММА боец па, сонымен шығайын деген еді, Голд деген біреу бар еді. Енді Өзбекстандан кім біледі, ол бой ғой, қата тиме бата тиіп аяқ астынан шальный ударларда кетіп қалуы мүмкін, балиаға түсіп қалуы да мүмкін. Ол бой болғаннан кейін оны мысалға мен біреуді мықты ұтады деп тұрған балалар мысалға ұтылып қалады ғой, кей кезде сондай случайлар болады. Сондықтан енді ол кімнің несіне бағына да байланысты, дайындығына да байланысты еңбек қой ол бәрі. Мен өз басым жаңа мына ұтады деп нете алмаймын. Айта алмайсыз ба? Дайындалыс деп. Еңбек еткен адам бәрі де қаншалықты бәрі еңбегін жейді ғой, қалай болғанда да. Иә, келісемін. Оныңыз дұрыс. Енді біздің оқырмандардан сұрақтарды қойсақ, UFC-ге кіретін ықтимал қазақ жауынгері кім дейді? Жалпы бүкіл неден ба? Иә. Қазақстаннан мен өз клубымдан ғана көріп тұрмын ба деп па? Болады, айтсаңыз болады. Мен өз клубымда мысалы қазір осы Абай Жалал мысалы кіріп кетсе біраз өнер көрсете ма деп ойлаймын. Басқа да жас балалар бар, енді олар слишком жас, енді олар 1-2 жыл өсу керек. Басқа клубтарда бар ғой, негізі есіме түсіп жатыр. Маған осы соңғы 77-те төбелескен фамилиясы бала демейді, октагонда төбелесші осы бала. Осы жол неде міне жақында октагонда отты ғой. Білмей тұрмын кім жайлы. Міне осы соңғы октагонда отты. 77 килограммда аты бала демейді, Баган бет. Есім ұмытқаным, 77 килограммда. Соның бойы негізі ұнайды маған, сол кетіп қалуы да мүмкін. Хорошо. Келесі сұрақ. Дәнеш ағайдан Бекзат Мераппен шықса, оны жеңе ала ма, 5 раунд бойы төбелесе ме ала ма деп сұрашы дейді. Егер берсе Бекзат төбелесе ғой, Бекзат ол любоймен төбелесем деп жатыр ғой. Беретін болса қайда барады төбелеске? Келесі сұрақ. Кейбір қазақ жауынгерінің психологиялық тұрғыда әлсіз болуына не себеп және сонымен жұмыс жасалынып жатыр ма дейді. Кейбір байыстер ма? Иә, кейбір байыстер дейді. Қазақ жауынгерлері. Бізде мысалы ол барлық клубтарда бар деп ойлаймын. Жаңағындай айына бір рет жаңағындай байыстерді жинап, мысалы мен өз басым сондай отырыстар жасауға тырысамын балалармен, жаңағы Бекзат, Азаттар, өзімнің жасөспірімдер, жаңағы бізде моншаға барып деген сияқты бар ғой, мысалы өзіміз жаңағы сауна снимать етіп, моншаға түсіп, болмаса жаңағы тауға шығып, өзіміз отырып, әңгімелесеміз, психологически әңгімелесу керек адамдармен. Дайындық қалай, жаңағы кітап оқу керек. Мысалға мен балаларға айтамын, кітап оқыңдар, олимпийский чемпиондар бар ғой мысалға.
не только қазақстандық чемпиондар, басқа елдің де чемпиондары бар. Мысалы біздің Дәулет ағамыз бар, Маулен Мамыров ағамыз бар, Жақсылық Үшкембаев. Қалай олар сондай нәтижеге жетті? Кітаптар бар, ютубта ашсаң, ютубтан да шығады. Соларды оқу керек. Олар мысалға режим ұстаған, дисциплина ұстаған, қаншаты осы нәрселер айтылу керек балаға, байстерге. Бұл нәрселер айтылмай, тек қана залға келіп, давай отжимания жасаңдар, 100 отжимания, 100 турникет атыңдар, ұрыңдар деген ол келмейді. Адамды психологически дайындау керек. И шыққан кезде қалай, түнде қалай ұйықтау керек, қанша күн қалған кезде қалай режим нелер, скоростьқа қашан жұмыс жасау керек, қашан нагрузканы тоқтату керек. Осының бәрін бала миына қондыра беру керек. Әңгіме болу керек та, айына бір рет жоқ дегенде. А так негізі 2 аптада бір рет болса тіпті жақсы болады негізінде. Сондай нелер жүру керек негізі сабақ ретінде ше. Басқа клубтарда жүретін шығар, мен өз басымда мысалға тырысам жүргізуге, мысалға. Бекзат Азаттарға көп не ететінбіз осы жайын, әңгімелесетінбіз. Сол банағы өзіңіз айтып кеткендей, барынша осы тренировканы қатты жаса деген бізде осы қазақ СНГ-де сондай дайындық жүргізеді. Амна Америкада мысалға Мұратбек Қасымбай дайындалып жүрді, оқып қалған едім. Америкада көбінесе мына тез шаршап қалмас үшін демалысқа көп мән беріп, бірақ дисциплинамен жүретін сондай тренировочный процесс жүргізеді дейді. Бұл қалай, қаншалықты дұрыс? Мен енді өз басым мысалға бізде мысалы өзім бала кезде тренировка жасадым ғой, олимпийский вид спортпен мысалға айналған кезде, күреспен айналысқан кезде бізде мысалға жаңағы тренировканың уақытында мысалға біліп қоятын тренерлер ше, сен түнде дұрыс ұйықтамаған сияқтысың ғой что-то деп айтатын еді. Қайдан біліп қойды десек, оказывается біздің тренировочный процесстеріміз қарап, ана өзі көз жанып тұрады ғой баланың. Мен де қазір мен кейін барып оны түсіндім, мен тренерлік жаңағы опыт қой, бізде өзімізде мысалы опыт аламыз. Сол сияқты мен Америкада дамып кеткен, Мұратбек Қасымбай дұрыс айтады ол жаңағындай. Ол жақта оны Америкадан Бекзаттан да мысалға естимін, Азаттан да естимін. Ол жақтың тренировочный процесстері басқа, ол тренерлер уже дамып кеткен ол жақта тренировочный процесстер. Сондықтан да жаңағы адамның жаңағы дисциплина жаңағы айтып кеттім ғой, уақытында тамақ жеу, уақытында ұйықтау, сол арқылы байыс өседі ғой. Қандай вид спорт болса да осы арқылы көп нәрсе өседі негізінде. Жаңа қатты ұрыса беріп жаңа айттым ғой, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, тренировкаға келіп залға келіп жасай берген ол тұрсын ғой, пульс тексеру керек екен ғой, қарсы адам давлениесін пульс тексеру керек екен. Мен мысалға өзім байыстер Азат Бекзаттар болсын, басқа байыстер серьезный жасқа дайындалғанда былай жалпы көп тексере бермеймін, бірақ именно жарысқа бір ай қалған кезде мен олардың обязательно пульстарын тексеріп отырамын. Күнде тексеремін. Тренировка келген кезде тексеріп аламын, и тренировка біткен соң обязательно тексеремін. Пульс қалай соғып тұр, давлениелер, соны білу керек та. Сол банағы белгілі мөлшерден аспау керек болып тұр ғой, иә? Иә, ол нагрузканы алу керек, жүрек мысалға керек алу керек та, керек емес нәрсе мысалға сен одан сайын оны өлтіріп тастайсың да, жүрегін отырып керек емес болады. Ары қарай пайдасыз тренировка болып тұр ғой, наоборот, зақым келіп тұр. Пайдасы болып кетеді, иә. Пайда. Лучше оның отырып демалып ұйықтаған жақсы да ол. Жасаған деп. Америка базар жоқ, оның бәрін біліп алған екен. Біз жүрік әлі білмейді ондайды. Иә, сол жақтан балалар үйреніп келді ғой, мысалға ана жүгірген кезде мына неге кеудесіне резинка тақты, резинкада ана не бар? Давление. Бізде мысалға жоқ қой балаларда, мысалға біздің залда ешкімде жоқ. Только бізде Азат та, Бекзат та бар, басқа ешкімде жоқ бізде. Олар көз жүгіргенде жүгіреді, пульстарын қарап отырады. 180-190 болып кетсе, уже бітті, олар нагрузка беріп жатыр деген сөз. Олай болмайды, көрдің бе? Бір қалыпты қарап отырады, қолдарын қарап қойды, сағатынан чик көзін недеді. Зато керек нәрсені алады. Залдағы басқа балалар қызықпай ма? Сол аналардың киіп алғанына тоже киік деп айтып жоқ? Қызығат, бір-екі бала қазір алып нетіп жатыр, істетіп жатыр. Керемет. Так, келесі сұрақ. Бекзат Алмахан бар күші осы ма, әлде өзін толық көрсетпеді ма, деңгейі қаншалықты ашылмаған тұстары бар дейді. Мен ана Бекзаттың бред катонамен төбелесіп кеткеннен кейін тоже сұхбат берген, осы журналистерге сұхбат бергеннен айттым. Мен Бекзаттың бойын негізі 3 раунд көргім келген осы бойында. Очкомен алады дедіңіз, иә. Иә, қаншалықты алып нетеді, неге десеңіз, мен бред катонаны мысалы өзім зерттеген кезде енді ол ешқашан нокаутпен, самишімен ұтылмаған бала ғой. Сондықтан мен Бекзаттен де сол неге дейін барып қалатын шығар деп ойлаған едім, бірақ бір шетінен көргім келді да Бекзаттың сол Америкада дайындалған функционалысын көргім келген еді. 3 раундқа қаншалықты шыдамдылық екенін.
Соны болды болып қалса негізі функционалдық жағынан болады. Жиналып жатыр ғой қазір. Ондай бойларда болып қалуы мүмкін еді. Тупурияны барып тоже бірінші раундта талдырып жіберуі де мүмкін ғой ол, иә? Тағы да Ол көрсетпей. да мүмкін еді. Бекзаттың қолы ауыр ғой, өзі қолы ауыр, скорості бар. Тем более қазір қолы да басқаша уже. Үйреніп жатыр, көп нәрсе үйреніп жатыр ғой. Керемет, базар жоқ. Өзгеріс бар. Аха. Соңғылардың бірі қазір тағы да. Дәнеш аға, егер сізге дар тимнан бас бапкерлікке ұсыныс түссе қабылдар ма едіңіз? Және Америкаға виза мәселесі шешілді ма? Тағы бір сұрақ, Дәнеш аға, сіздің балаңыз соңғы кездері көрінбей қалды октагонда дейді. Өзінің ұлым ба? Иә, соны айтып отыр. Мен балам тоже октагонға үшіге шықты ғой. Негізі мен оны бойға шық деп ниеткен емеспін. Бір рет болсын айтқан емеспін. Шық деп өзі әке көрейінші, бағымды сынап көрейін, болса шығып көрейін дейді. Сен өзім қолда тұрғаннан кейін шыны керек, оны жасырып не істеймін? Оны адамнан жасырғанды Алладан жасырмайсың ғой. Өзіміздің қолда болғаннан Нұрекеңе айтып, бір-екі ойын жаңағы былай өзіне ыңғайлап берген болатын, шыны керек. Бірақ кейінгі үшінші ойын енді өзі былай шынымен де былай нормальный баламен шығып қалды да, жұтты оны енді. Сол кезде мен қатты уайымдап не қылдым. Кейін оның шықпай қалған себебі ол қазір институт оқып жатыр ғой. Осы соңғы жылдары ол институттан қазір сабақтан қол босамай жүр. Таңертең кетеді, кешке бірақ келеді, даже тренировкаға баратын уақыты болмай тұр. Мен сол айтып жатырмын, мен курсың болғаннан кейін сабағың дұрыста деп жатырмын. Так, екінші қайсы еді сұрақ жаңағы? Так, дар тимға шақырса бас бапкер болып барасыз ба дейді. Дактин болсын, басқа клуб болсын, қазір бармаймын. Егер сен мені тренингта істеп жүргенмен неше жыл болды, мен мына кісілерден бір жерден алып кетіп қалсаң тоже реніш қой, адамның көңілін қалдыру деген ол дұрыс емес. Дұрыс емес нәрсе деп ойлаймын. Даже ақша жоқ болып қалса да, мынанша ақша төлейміз саған, 3 есе, 10 есе ақша төлейміз, бізге кел десе, мен баруға мен намысын нетпейді, жібермейді. Базар жоқ. И тағы бір сұрағы, Америкаға виза мәселесі шешілді ма деді. Шешілген жоқ. Так, Дәнеш бауырымызға сәттілік тілейміз. Менен сұрағым, жастарды спортқа дайындай ма, әлде дайын спортшылармен ғана жұмыс жасай ма дейді. Жастарды дайындаймыз. Бізде екінші группа бар менде. Бір группа менде сағат 5-тен 7-ге чисто профпоездер, бойға шығып жүрген балалар дайындаймын. Олардың тренировочный процесі басқа, нагрузкасы басқа. Содан олар біткеннен кейін сағат 7-тен 9-ға дейін жаңағындай жас балалар, мектеп оқушылары, студенттер, солар келеді, соларға мен өзім сабақ жүргіземін. И өзімде қасында көмекшім бар, екеуміз жүргіземіз. И олардың арасынан жаңағындай шығады ғой, шыққанда ақында 5-ке профқа тартып аламыз. Қазақ ММА сүйер қауымды Триумф залына шақырамыз, келіңіздер, Дәнеш ағаймен тренировка жасаңыздар, иә. Енді соңғы сөзіңізді айтсаңыз, Солайде арнасына, қазақ халқына сонымен сұхбатты бітірсек. Қазақ халқына еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, тыныштық қана тілеймін бір Алладан. Сіздерге өніп өсе беріңіздер, үлкен рахмет. Осылай жаңа спортшылар, негізінде мен айтамын ғой, спортшылар осы журналистер болмаса, сендер кімге көрінесіңдер? Сондықтан да жаңа бір-біріңе құрмет жасаңдар деймін. Сондықтан да мен де сіздерге құрмет жасаймын, шынымен де. Аман болыңыздар, өсіп өне беріңіздер. Әумин, рахмет көп. Сіздерде рахмет көп, сәттілік тілеймін. Сіздерден 2-3. Аманғали, танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Аман болыңыз аға. Жақсы. Жақсы. Өзің де аман бол, Аманғали. Жақсы. Иә, достар, Дәнеш ағаймен сұхбат ұнады ма, жоқ па, комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Келесі енді кімді шақырайық? Бекзат Алмахан жекпе-жегі, Азат Максум жекпе-жегі жайлы не ойлайсыңдар, комментарияға жазуды ұмытпаңдар. Сендермен болған Солайде арнасы. Мен Иманғали, арнаны қолдап лайк басуды, видеомен бөлісуді ұмытпаңдар. Қош аман, сау болыңдар.